достар, менің каналға қош келдіңіздер. Лайк подписка басыңдар. Біз қазір күшті челлендж түсіреміз. Маған мама 2000 теңге берді. Мен 2000 теңгеге заттар аламын. Менімен бірге болыңдар. Ура! Қанша тұрады ол? 635 теңге. 335 теңге тұрады. Ол достар қараңыз, Милка. Не қалды Раяна өзіне? Милканың бағасы 800 теңге екен. Раяна да қалды. Раяна да енді 865 теңгесі қалды. Енді 865 теңгеге өзіне сатып аласың Раяна. Раяна енді 865 теңгеге заттар іздеп жүр. 865 теңге. Слишком мало? Сен мына 800 теңгеге алдың ғой. Енді сенде 800 теңге әлі заттар алуға болады ғой. Өте зат аз аламын дейді 2000 теңгеге. Себебі өзі Милканы алды 800 теңгенің Милкасын. Енді тағы да 800 теңгесі қалды. Сен M&M's ала аласың, шоколад, Альпен Гольд ала аласың. Мам баласың ба? Раяна уже ақшасын үнемдей бастады. 525 теңге тұрады, сенде 300 теңге қалады. Раяна мармелад орнына қойып жатыр. Оның орнына басқа зат аламын дейді. Раянда 610 теңгесі қалды. 610 теңге сенде қалды Раяна. Как раз туп печенье 610 теңге тұрады екен Раяна. Или Орео печенье алуға болады. Не Орео. Өзіне қайсын айтын ала берсейші? Орео аласың? Все 610 теңге, бағасында 2000 теңге ровно кетті Раяна осы заттарға. Сонда Раяна өзіне алған заттар Макси чай, Орео, Милки и